Ең дұрысы родной. 4 байтал алу керек та. Көктемде үйірге қосып жіберу керек қой. Келесі жыл 8 болады. Еркектердің бәрін байлайсың, бурдаққа кіргізесің. Малға қызығатын родной. Қанша ақша кетеді оған? Ары кеткенде миллион кетеді. Просто қарашы, мал деген ол живой банк қой. Алдыңда миллиондар шауып жүр. Басын сізде қоймай айналыссайсың. Біз көшеде Қайырғали бар ғой. Тышқақ лағы жоқ еді ғой оның. Жездесі 10 қой берді, айналысып көрші. Қазір 2 қой бар, 500-500 1000 қой. Нивамен бағып жүреді көшенің басында. Братан, он ертең мал алғаннан кейін қайқа жаясың, жаятын жер жоқ қой. Жақсы болды ғой қазір. Аманат партиясы 5 миллион гектар жерді қайтарды ғой, жайылым жерді. Ауылдағылар қарқ болып жатыр. Малың бар, өзің жайылып кетесің. Болмаса ешкі ұстасайсың. Көктемде кетеді, сырбаз, мырбаз, көкпар басылады, көкпарға жібересің. Текелерді ма? Жылып ақ кетеді көкпаршылар. Ешкінің сүті бәледей тұрады. Кішкентай балаларға жақсы ол. Келіншегіңе салдырып қоясың, қарап жатасың ғой. Мына қолды көрдің ба? Езіп жібереді мынау. Ауылда біраз қорқады, қол ұстасып аманда соны. Асабалын деп қойды астын. Өзіңіз немен айналысасыз көке? Мен қаладымда квартиралап беремін ғой. Малмен айналыспайсыз ба сонда? Малмен көтерілгем ғой. Жақсы малды ой көке. Давай енді Айбай, рахмет аға. Бір шақырыңдар, бір сырбаз болса. Болды да. Қаланың еттері болмай жүр. Давай. Не болды саған үргенге? Не болды? Брячик ғой. Не? Немсің болғын же? Папым айтам сен. Айтсаң айта бер, больницаға жата бер. Біреуің аты мұшық қой, дамбалыңа тышық қой. Не? Мәтәмәйің, Тышық оған тәтемәйің, Тауық қой да, сөйлесе береміз ғой конкретно. Шешілікті тірлікті. Бәли. Не іздеп атсың? Нәскиге, астына, көрпең астына нәскиге. Біздің үйдегілер тойға баратын кезде. Кеше бұтыр, кеше немене білемін ау, сыған қатын құсымен. Көз тиеді ғой. Көз тиеді, саған қойш сорлай. Көз тимейді, қашады сенен. Қазір тойға барған кезде тос берсе, әлі айтамын мен деп шықпашы, микрофонға жармасын, мен өзім сөйлейіп болды. Дауысың күшті ғой. Міне күшті, алдыңғы тойдың бәрінде бит отты, құдалар бәрі. Әшейінде түнде ән сұрайсың ғой. Ол ән емес мен сұрайтыным, айрон. Қойшай. Ана тойға не атаймыз қазір? Бұқан атаймыз да. Сүтін ішіп қой. Ойбай, нәкәсе, қандай сүтін ішіп отырсың оның, айрон? Ешкім естімесін, тазор ғой мынау сорлы. Қанша жыл болды отандасқан екеуміз? 30 жыл болды. Танымаймын сен. 30 жылдан жаңа Қазақстан, жаңа қатын. Ятай. Тойға ана каблукты киейін бе? Кимеше, соны кимеш. Бұтырықтаған ешкілер ұқсап. Жүре алмай қалдың ғой, сорлы ортаға барып шатың айырылып шкафатқа отырдың. Ана тамада риза, мен жеңшім шкафатқа отырдың. Міне қақтың шатың айырылып жатсың. Кім біледі оны? Балтағың табалай. Бошы қақты, әлі боялып отыр. Бошы. Таналды жабалайды да. Таналды, ой сорлай, білмейсің ғой сен не екенін. Бош десе. Әдем болып жүрек та. Пошел нахуй, екі бидеки түседі ғана бетің полный. Еркек боласың, менімен бірдей. Маған сезімің суыған сияқты сен, Жоған наоборот жылып жатыр. Көктем келіп жатыр, типа 8 март келе жатыр. Жылыйды ғой ол кезде. Мен басқа қыздарға лайк басам. Ничего? Мен де басам. Қазір қыздар жаман әдем болып кеткен, басты кетіреді, кәдімгі білмей қаласың дейді ғой. Бывшаямның страницасына кіріп көріп жүрмін. Өткенге де кейде оралған дұрыс қой. Ақмақтығыңды есіңе түсіріп, Мына мендей жігіт саған керек емес сияқты. Не үшін? Сендей жігіттерден ұрпақ алып қалу керек қой. Аманат партиясы мектепке дейінгі балаларды 100% балабақшамен қамтамасыз етеміз деп жатыр ғой. Соның үшін толтырып қояйық та біздің балаға. Ана біздің бала деп топырлап жүреді зат. Балдармен баняға барам мен. Бар, пожалуйста. Қыздар болуы мүмкін ішінде. Мүмкін ғой енді ол по факту емес қой. Натуре болады қыздар ішінде. Бит төбеге қарап жүрсе, бит қарама да оларға вообще. Жуынып қайт сосын медетке айт арқаңды ысып тырнап жіберсін. Кірлік кетті. PlayStation'ге баратыр қазір түнде. Бар. Пожалуйста. Барасың, пысыжын аласың ғой. Қатты ойнайды ғой, білесің ғой. Мбаппе, Неймар, Месси, таңға дейін келсең болды әйтеуір. Или түске дейін келсең болды әйтеуір. Жоқ, 8-не дейін келсең болды. Let's go.